Нағыз қазақтың бешбармағын осылай дайындайсыз ба? Бүгін мен сіздерге еті жұмсақ, сорпасы мөлдір, қамыры жабыспайтын, көпшілік жіберетін қателіктерді де көрсетемін. Видеоны соңына дейін көріңіз. Соңында бешбармақтың ең маңызды құпиясымен бөлісемін. Ассаляму алейкум, құрметті көрермен, арнама қош келдіңіздер. Бүгін қазақтың ең сүйікті ұлттық тағамдарының бірі нағыз дәмді бешбармақ дайындаймыз. Егер осындай қазақи тағамдардың рецепті ұнаса, лайк басып арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше бастайық. Қажетті өнімдер: 2,5 болмаса 3 килограммдай жылқы еті, қазы, қарта және бір пияз, тұз, қара бұрыш, қамырға керегі: бізде су, бір жұмыртқа, бір шай қасық тұз және де ұн қажет болады. Мен етімді алдын ала кастрюльме салып қайнатып қойдым. Салып сіздерге көрсетуді ұмытып кетіппін. Енді етті міндетті түрде суық суға саламыз. Сонда сорпа қою әрі дәмді болады. Қайнағанда көбігін алыңыз. Міне дәл осы көбіктің уақытында алмасаңыз, сорпаңыз лайланып кетеді. Баяу отта 2-3 сағат қайнатыңыз. Сіздер бешбармақты қай еттен дайындайсыздар? Жылқы ма, сиыр ма, қойдың етінен ба? Пікірге жаза кетіңіздер. Бір дана сәбізімізді саламыз. Сосын бар қақпағын жауып, баяу отта қайнатамыз. Оған дейін картопымызды ашып, 3 дана картопымды салдым мен. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша картопты саласыздар. Біреу саласыздар, екеу саласыздар. Біздің үйде барлығы картопты жақсы көреді, сондықтан мен 3-еуін салдым. Баяу отта қайтып, қақпағын жауып қайнататын боламыз. Енді қамырымызды бастаймыз. Бір жұмыртқа жарып алып ыдысымызға саламыз. Сосын барып бір кесе суымды құямын. Осы бір зуала болады. Мен негізі зуаланы кесемен өлшеймін. Баяғыда әпкем үйреткен. Бір зуала бір кесе, 2 зуала 2 кесе деп. Сосын барып тұзымызды саламыз. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Тұзды тұздылау қылып саласыздар қамырға. Қамырымыз өте қатты әрі жұмсақта болып қалмау керек. Орташа қаттылықта болу керек. Орташа болса ғана бешбармақ ерекше шығады. Міне қамырымыз дайын. Осы қамырды 15-20 минутқа демалдырыңыз. Көп адам қамырды бірден жаяды. Бұл үлкен қателік. Демалған қамыр әлде қайда жақсы жайылады. Менде қамыр қатты да емес, жұмсақ та емес, орта жұмсақта болды. Енді тұздығымызды дайындаймыз. Мен бір дана пияз алып, соны турадым. Міне туралған пиязымыз дайын. Соны алып тостаққа салдым. Сосын барып үстінен көк тәтті болгар бұрышын салдым. Және де зеленімді салдым. Сосын барып қызанақты салдым кішкене. Сосын барып көк пиязымды салдым. Ұзыншалап турап. Аздап қара бұрыш қоссаңыздар, иісі де дәмі де ерекше болады. Міне осы тұздық бешбармақтың ерекше дәмін ашады. Бұл тұздықты көп қайнатудың қажеті жоқ. Әйтпесе пияздарыңыз езіліп кетеді. Бір бұрқ еткізіп бетін жауып қойсаңыздар, иісі өзінің бабында тұрады. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Қамырды 3-қа етіп жайыңыз. Сосын барып кесеміз. Енді бағанағы салған картопымды, бір дана сәбізімді сүзіп алатын боламын. Сосын барып етімді сүзіп аламын. Енді қамырымызды сорпаға салатын боламыз. Қамырдың піскенін, піспегенін баяғыда
анам айтушы еді, сорпаның көпірігі тарқайды және де қамыр жылтырайды деп. Сонда қамыр пісті деген сөз. Артық қайнатпаңыздар, әйтпесе қамыр езіліп кетеді. Міне, қамырымыз қайнап жатыр. Осылай бір қозғап жібересіздер. Осылай мұздай су құйып жібереміз. Қамыр әдемі болып түсу үшін, бір-біріне жабысып қалмауы үшін, баяғыда марқұм әкем айтушы еді, қамырларының арасы торт құсап, бір-біріне сой болып тұрмасын деп. Міне, табамызға қамырымызды сүзіп аламыз. Міне, қамырымыз дайын. Енді үстіне жасаған тұздығымызды құямыз. Әшейін бетіне құя салмай, тұздықтың кішкене майынан алып, қамырымыздың үстіне құйып, арасын ашып-ашып жібереміз. Сонда қамырдың арасы жабыспайды, дәмді болады. Міне, ет тамаққа жасаған салатым. Салатпен жеген қандай керемет. Өзіме тамақтарды салатпен жеген ұнайды. Мына еттің жұмсақтығына қараңыздаршы. Осындай нәтиже алу үшін асықпай қайнату керек. Міне, нағыз қазақтың бешбармағы дайын. Еті жұмсақ, сорпасы мөлдір, қамыры дәл өз орнында. Осындай рецепт ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыз. Келесі видеода тағы бір ерекше қазақы тағамды дайындаймыз. Кездескенше аман сау болыңыздар.